Ассалаумағалейкум достар. Бүгін біз ликвидность дегеніміз не, ликвидностьтың қандай түрлері бар, соны разбирать ететін боламыз. Ең бірінші қысқаша түсіндіріп кететін болсақ, ликвидность дегеніміз бізде рыноктың топливосы болып саналады. Мысалы, машина жүру үшін бізге не керек? Жанармай керек. Машина жанармайдың арқасында, сжиганияның арқасында қозғалады. Немесе, мысалы, адам бір нәрсені істеп, бір нәрсеге жету үшін оған бір определенный энергия керек, немесе триггер керек. Ликвидность дегеніміз рыноктағы триггерлердің бірі болып саналады. Яғни, ол ликвидность дегеніміз smart money'дің бізде не болады? Основной концепция сол жерде ликвидность арқылы құралған. Содан кейін бізде қысқаша ликвидность дегеніміз бізде рыноктың топливосы немесе жанармай болып саналады. Яғни оны қайдан біле аламыз? Мысалы, мына жақта примерлерді көрсетейік. Ең бірінші, мысалы, баға бір жақтан, бір направлениеден бір направлениеге қозғалу үшін бізге не керек? Бір определенный ликвидность керек. Мысалы, қысқа нұсқа примерлерді алатын болсақ, ең бірінші бізде мына жақта, яғни Азия лоуды Франкфурттың лоуы снимать етеді, яғни шешеді. Осы жерде ликвидность алынады. Содан кейін баға не істеді? Көрсеңіздер, ары қарай өзінің лонговый нарративін жалғастырады. Содан кейін басқа да примерлерді қарайтын болсақ, мысалы, осы жақтағы полный ликвидностьтердің бәрін шешіп, осыдан кейін баға не істеді? Ақырын шортқа қарай қозғалды. Бұл қысқа да нұсқа, сіздерге пример ретінде келтіріп жатырмын. Содан кейін бізде ликвидностьтің екі түрі болады. Яғни buy side немесе sell side. Buy side, sell side дегеніміз ол мысалы баға бір направлениеден бір направлениеге бару үшін, мысалы бізде мынау баға лонговый нарративте кетіп бара жатады. Содан кейін бізде ең бірінші не алынады? Мына жақта sell side алынады. Sell side алынған соң баға оның келесі целі не болады? Лонговый нарратив кезінде логично sell side алынады. Sell side'тан кейін баға не істейді? Buy side'қа қарай қозғалады. И соответственно баға, мысалы бізде, баға бізде шартовый нарратив кетіп берді. Шартовый нарратив кезінде баға бізде buy side'та алынған кезде бізде ары қарай баға sell side'қа қозғалады. Немесе бұны buy side, sell side деп қиналмай, A-дан B-ға қозғалады, немесе B-дан A-ға қозғалады деп айтып қысқартып алсаңыздар болады, өздеріңізге түсінікті қылып. Содан кейін ликвидностьтердің анықтамасы болады. Яғни ликвидностьтердің өзінің үш түрі болады. Ең біріншісі ол не болады? Яғни ең біріншісі ликвидностьтің түрі ол компрессия. Компрессия дегеніміз қазір примерлерін көрсететін боламыз. Компрессия дегеніміз баға мына жақта осылай бүйтіп бір определенный уақыт бойы жата жүреді. Содан кейін мына жақтағы ключевой уровень sell side алынған соң, sell side'тан кейін баға ары қарай импульсивно осы компрессияны полный шешіп кетеді. Яғни компрессивно төмен қарай құлайды. Біздегі ключевой уровеньге немесе sell side'қа немесе басқа да ликвидность алынған соң баға ары қарай импульсивно шығып кетеді. Осыны компрессивный ликвидность дейді. Сол компрессивный ликвидностьті қалай табамыз? Арамызда көбісі новичок болғандықтан мен сіздерге осы индикаторды қосып алуға совет айтам, потому что weekly фрактал 2-3 настройкасын осындай қоясыздар. Осындай қойған соң ликвидностьті, яғни қазір компрессия, яғни компрессия туралы разбирать ететін боламыз. Компрессия дегеніміз не? Компрессия дегеніміз көп ликвидностьтің бір жерге жиналуын. Компрессия дегеніміз не істеді? Баға не істеді? Мына жақта ключевой уровеньде, яғни мына ликвидностьтердің бәрін шешіп, сол ликвидностьтер шешілген соң баға импульсивно осы компрессияны шешеді. Бізде sell side шешілді, sell side'тан кейін баға осы жердегі хайға келді. Содан кейін мына жерде ликвидность шешілді, мына жақтағы көп ликвидностьтан жиналды бізде. Яғни кіші таймфреймде осындай көрінеді, үлкен таймфреймде ештеңе жоқ. Сол үлкен таймфреймдегі, яғни кіші таймфреймдегі бүкіл ликвидностьті шешіп жоғарыға кетуін компрессивный ликвидность дейміз. Одан кейін бізде equal highs, equal lows дейміз. Equal highs, equal lows дегеніміз, яғни сәл компрессияға келеді. Ол кезде, яғни бізде баға бір уровеньде осындай екі ликвидность қалып,
движениені жалғастыруды equal lows немесе equals high. Мына жақта осы жерде екі ликвидность қалды. Осы жерде ликвидностьпен жұмыс болмаған. Баға бұл жерге обязательно келіп, осы ликвидностьтің екеуін шешіп, барып ары қарай жалғастырады. Примерлерге келетін болсақ, ең бірінші бізде қандай пример бар? Бізде equal lows, точнее equal lows бар. Осы equal lowsмен баға прекрасно жұмыс жасап, мына жерде ликвидностьпен жұмыс жасалынбаған, баға при этом ары қарай құлап, осы ликвидностьтің екеуін шешіп, барып жоғарыға кетеді. Яғни тағы бір пример алатын болсақ та, рынок не істеген? Мына жерде де ликвидностьпен жұмыс жасамаған, баға не істейді? Бір рет ликвидность қалдырады, одан кейін сол жерді шешпей, баға жоғары қарай көтеріліп кетеді. Содан кейін новости кезінде осы equal lows'ты шешіп, барып жоғары қарай кетеді. Шартовый, лонговый разница жоқ, екі жақта да бірдей жұмыс жасайды. Содан кейін бізде тағы бір ликвидностьтің түрі бар, максимум дня, недели, месяца. Оны қалай анықтаймыз? Яғни сіздер осылай месячный таймфреймді алып аласыздар. Месячный таймфреймді алған соң бізде ең бірінші, яғни месяц high, low, солардың, яғни всегда баға реакция жасайды. Қазір реальный примерді алайық, көрсетейік. Ең бірінші, мына жақты қарасақ, яғни мынау месячный таймфреймдегі мынау бір айлық свеча, мынау бір айлық свеча. Яғни баға қарасаңыздар бір айдың максимумын шешіп, яғни sell сайдты шешіп, осыдан реакция алған. Мынау sell сайд, яғни бізде buy сайд бар. Сол жақта баға мына жақты ликвидность шешіп, осы жаққа қарай баруы мүмкін. Содан кейін недельныйға кіреміз. Недельныйға кірген кезде бізде неделяда қандай картина бар? Неделяда бізде, яғни мынау месяцтің хайы бізде, ал мынау месяцтің лойы, яғни мынау айлық максимум, мынау айлық минимум. Мына жерде баға осы айлық максимум минимумға жетпей тұрып, бізде, яғни апталық минимуммен жұмыс жасайды. Содан кейін баға қарасаңыздар, мынау апталық минимуммен жұмыс жасайды, ликвидностьті осы жақтан шешеді, апталық максимумға барады. Получается, бізде, яғни buy сайдпен жұмыс жасайды, баға sell сайдқа кетеді. Содан кейін мына жақта тағы бір примерно максимуммен жұмыс жасаған. Содан кейін күндік максимум минимумды алатын болса, яғни дәл осылай нарративпен баға лонгқа көтеріледі, одан кейін шортқа түсуі мүмкін. Мына жерде қарасақ, максимум күндікпен жұмыс жасағанда, содан кейін максимум, точнее минимум күндікке барған. Бір сағаттық таймфреймді өтетін болсақ, міне примерлерді қарайтын болсақ, бізде қазір бір минут максимум днямен жұмыс жасаған, содан кейін минимум дняға келген. Одан кейін бір сағаттық немесе 15 минуттық таймфреймге кіретін болсақ, мына жерде бізде міне күндік максимум осы жердегі ликвидностьпен жұмыс жасайды да, біздегі, яғни минимум дняға баға четко келіп береді. Мына жердегіні тағы анау алдыңғы примерді айтып өткендей компрессивный ликвидность деп алсақ болады. Ликвидность дегеніміз осы, қысқа нұсқа осылай түсіндірмелі видео. Бәріңізге сәттілік.